Қазақстанның су шаруашылығы саласы жылдар бойы ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты болып келді. Су ресурстар комитеті 2019 жылдың шілдесінен экология, геология және табиғи ресурстар министрлігіне өтті. Қазіргі таңда еліміздің су шаруашылығында болып жатқан мәселелер сала мамандарын алаңдатуда. Осы орайда Республикалық әділет рухани жаңғыру газетінің 2021 жылдың шілде айында су шаруашылығы құрдымға кетіп барады, мамандар дабыл қағуда атты мақаласы жарық көрген болатын. Мақалаға өзек болған тақырып су шаруашылығын автоматтандыруға қатысты мамандар арасындағы пікір қайшылығы. Яғни Қазсушар мемлекеттік кәсіпорнының IT саласы бойынша атқарушы директоры Дастан Наримбаев қызметке келгелі су арналарын автоматтандыруға көшеді. Алайда бұл ұсынысқа су метрология филиалының басшысы Есқадыр Чунетов, сол кездегі директор орынбасары Құрманәлі Қойшыбаев, метролог маман Сұлтанбек Бекжановтар осы саладағы 30 жылдық тәжірибесіне сүйеніп, су өлшегіш бекеттеріне автомат қондырғы орнату барлық каналдарға сәйкес келе бермейтінін білдірген. Заман талабына сай автоматтандыруға қарсы емеспіз. Бірақ бұл қондырғы Жамбыл, Алматы облысындағы жерлерге сәйкес келеді. Мақтарал, Жетісай өңірінің жер бедері тегіс болғандықтан бұл аппарат мұнда нәтиже бермейді дегендер үшін қудалауға ұшыраған. Бұл жұмыстың өзінің басына кикілжіңнің басылған себебі біздің Мақтарал ауданында уравномер судың деңгейін көрсеткіш приборларын қою жөнінде басылған. Сонда как біз сол мекеменің сондай приборлар қойылды, дұрыс қойылды ма, дұрыс қойылмады ма деген шешім шешіп беретін мекеме болып саналамыз. Су метрология филиалы. Соғын барып қойып жатқанда апарып көргенде мына прибор уравномер деген бұл жерге қойылмайды. Бұл өзі уровені судың шықпайтын өте биік жерде орналасқан канал. Бұған расходомер қойсақ, биік көтерілген сайын бұның судың скоростын да өлшейтін, жаңағы жылдамдығы судың самес площадьын да өлшейтін. Доплеровский деген көптеген нелерді прилагать еттік оған. Жоқ, ол соққа дейін біз уже президент істеп қойғанбыз, осыны болады деп ойлаймын. Болмайды деп ол өтірік істемейді, ол болмайды деп айтқаным рас. Кикілжіңнің бәрі осыдан басылған. Кім арасында? Жаңағы біздің мекемемен, жаңағы кімнің Нәрімбаевтың Қазсушардың жаңағы енді зам директор деп айтсайшы, зам, соның арасында. Соны біраз кейін дәлдеп айттық, неге үйдесін, неге менің президент істеп қойғаным қарсы шығасын деп, маған түсің жаз дегізіп қойып, бір күні түсі жазғанда мен шын айтқаным жарамайды деп айтқаным рас, әлді айтам жарамайды деп. Ол нәрсені қою қоймайды. Тағы айтайын, оны апарып ол министрге президент істеді, министр президентке ал президент апарды да 5 елдің мүшелердің бізбен іргелес жатқан 5 елдің президентіне айтып отыр. Ал комиссия жіберіп тексердім, қазір біреу істеп отқан жоқ. Істеп отқан жоқ, дәлдеп те беремін оны барып. Бүгін жіберсін комиссиясымен апарып көрсетіп, жарамайтын дәлдеп беремін. Ақырында мақұл ғой, енді жоғары адамдар ғой деп, орындарını біз төмендетті. Тура біздің қысқартылған екі жаңағы зам директор мен главный руководитель екеуін бірге қосып бір жұмыс қызмет жасап, бізге осы Әбділдаев Серікті жіберді жаңа неғып. Әрі зам директор, главный метролог или главный инженер жіберді. Сол мейлі оған да көндіге үйлесіп кетеміз ғой деп отқан кезде бір деген осында кикілжіңдер басталды. Ол келгеннен мен жоғары жақтан келдім, менің айтқаным болады деп біздің қызметкерге тиісе бастады. Бәріміз біріміз өз кішкентай ғана 44 жаңағы қызметкеріміз бар, мекемеміз осының жаңағы 2-3-ке бөліп арамызды бірімізге бұрына үйлесіп жатқан мекеменің күйінің бәрін бұзды. Қазсушар мемлекеттік кәсіпорнына қарасты Шымкент қаласында орналасқан су метрология филиалында су арналарына қатысты келіспеушіліктер осылай туындады. Мекемеде кадрлық ауыс-түйістер болғалы, әлі де кикілжіңдер орын алып отыр. Ондағы директор орынбасары Құрманәлі Қойшыбаев қызметінен босап, орнына Серік Әбділдаев келгелі де ұжымда берекесіз келеңсіздіктер тоқтамаған. Біз журналистік зерттеуімізді жүргізе келе ұжымның белді мамандарынан, қызметкерлерінен сұхбат алдық. Біз мекеменің жұмысы сол, өзіміз қаржыландырамыз, өзіміз ақша табамыз, қаражат табамыз, өзімізге прибор аламыз, өзімізге керекті көлік аламыз. Бізге бір жоғарыққа мәшине берілген емес. Бәрін өз қаражатымыз алып қойдымыз қойшайын. Ал келді де бұл шығынға шығарды. 2 ай келді, 2 ай командировка кетті. Кім жұмсады? Жоғарыдан келген. Ол қаяқта жүр, қай мекеме жұмысы білмейміз. Тегіздің шамасы болып қалды. Біз ақшаны тиіндіріп жұмсап жатырмыз. 800 мың деген ол не шығын? Командировочный бензині бар. Жаңағы
проживаниесі бар, сонымен 800 мың ақша әкелді деп бухгалтер айтып отыр. Өтірік акті жасап, мен үстімнен жаңа ұйымдастырды да. Мені үстімнен да. Типа жаңағы ол жаңағы өзінің қаражатында жаңағы запчасть алып қойды, анау алып қойды, бірақ оны ол мекеме ақша төлеме қалтасынан дегендегі. Сол кикілжің содан басталды, сол одан кейін ол жігіт осы жерде общий біздерде коллективный собрание болған уақытта мен оны түсінген жоқпын. Мені жаңа қол ойдырып алды да өздері толтырған деп, ол қайтадан кері жаңа отказной жазып, ол келеді де жазады да қазотқа жібере берді. Мына мекеменің осы собрание болған жағдайдың өзінде ол бастық па басқа ма ешқандай субординация деген нәрсе жоқ. Мен бастықпын, неғып мен сіз ұрсатсыз жібересіз деген әңгіме. Енді ол мына коллективтің арасында жалпы ол болған уақытта мына ол бір төбеде біз бір төбе дегендей, сен кімнің жағындасың, сен мен жақтасың ба, мына қыздарымызды бәріне қыспаққа қысып жаңағыдай сондай келеңсіз нелер болып жатыр ғой. Серік дейтін кісі келгелі бері осы жерде жанжал. Қарағандыдан бір Ниваны әкелді, бір ескі Ниваны, сол мінет деп. Ол Ниваны қанша ақша шығарып, бұлар ремонттатқызды. Қанша шығарды? 190 мың теңге шығарды да, оны мінгенде жоқ, оны қайтып Қарағандысын алып кетті. Сол ақша, мысалы, бізде өзіміздің машинелеріміз ремонттатқызуға болатын еді, ақша далаға кетті деп бүйтіп қарасаңыз. Мысалы, мамандарды, қанша мамандардың еңбегі далаға кетіп отыр да. Біздің жаңағы арыз жазған, ұжымдық хат жазған мәселеміз, ол біздің филиалда тыныштық болса, жұмысымызды бұрынғыдай осы Абдуллаев Серік келмей тұрғанда қалай жасадық, солай жүріп, солай жасасақ деген ойымыз бар. Бізге жаңағы жоғары жақтан шешіп берсе осыны. Мысалы, біз ол басшының да, Есқыдыр ағайдың да, Абдуллаев Серіктің де зардап шеккенін қаламаймыз, бірақ бізге шешіп берсін. Мамандар осылай шағымданады. Журналистік зерттеу барысында филиал басшысының орынбасары әрі бас метрологы Серік Абдуллаевтың да жауабын тыңдадық. Серік Абдуллаев редакция тарапынан қойылған сауалдарға жазбаша түрде жауап беретінін білдірді. Ұжымның қаржылық экономикалық жағдайын көтеруге қандай үлес қостыңыз деген сауалға Тараз Құрылыс Инвест, сонымен қатар Таймас жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісімшарт жасауға септігімді тигіздім, жұмыстың сапалы аяқталуын қадағаладым деген. Алайда аталған мекемелермен келісімшарт Серік Абдуллаев орынбасар лауазымына келмей тұрып та жүргізілген. Ал бұл жұмысты жүргізуге ұжымның мамандары барған. Мұны іс-сапар құжаттары дәлелдейді. Екіншіден, маман болып жұмыс істеп жүріп университеттің күндізгі бөлімінде оқуыңыз қаншалықты заңды деген сауалға біліктілігімді арттыру мақсатында оқыдым. Бос уақытымда оқуға құқығым бар делінген. Алайда 2 жылдың 1 жылында Серік Абдуллаев оқуда емес, іс-сапарда жүргені расталып отыр. Сондай-ақ су өлшеу әдістемесін түрлендіріп, толықтырып, Қазсушарға ұсындым делінген. Алайда стандартты әдістеме 2013 жылы ауыл шаруашылығы министрі Агроөнеркәсіп комитетінің төрағасы Сақташ Қасеновтың кезінде бекітілген. Құрметті Серікқали Аманғалиұлы, біз бұл мәселе туралы өзіңіздің онлайн қабылдауыңызда болып мән-жайды толық жеткізген едік. Осы көтерген мәселеден кейін Қазсушар төрағасы Елжасов Серік Абдуллаевтың жұмысына қатаң сөгіс жариялады. Алайда сіз министр ретінде мекемеде болып жатқан келіспеушіліктерге байланысты комиссия құрылатынын, комиссия мүшесіне редактордың қосылатынын айтқан болатынсыз. Бірақ сіз тапсырған комиссия әзірге аяқсыз қалып отыр. Бұл мәселедегі негізгі мақсат бірін ақтап, бірін даттау емес, керісінше шымшық сойса да қасапшы сойсын демекші ғұмырын осы су саласына арнаған мамандардың жұмысына назар аудару, олардың жай-күйін билікке жеткізу, сондай-ақ президент саясатын жүзеге асыру. Су шаруашылығына қатысты орын алған бұл дау-дамайдың соңы оң шешіледі деген сенімдеміз. Құрметті министр мырза, әділ жауабын өзіңізден күтеміз. Алдағы уақытта бұл тақырыпқа қайта оралатын боламыз.